Жүректегі мұз 105-ші бөлімі. Бұл бөлімде өте қызықты эпизодқа толы болады. Барлығы операциядан, комадан тірі шыққан Нұх пен Сибилайдың тойын қайтадан жалғастырып жатыр. Үлкен ұлан-асыр той жасады. Сумру мен Таксин, Мелек пен Джихан барлығы бақытты. Бір-бірін сүйемін деген екі жас той алаңына келе жатыр. Таксин: жарықты өшіріңдер, қазір керемет екі жұп келеді дейді. Осы кезде Нұх пен Сибилай жарықтан сөндіріп өте үлкен әдемі көрініспен келе жатыр. Ал тойға шақырылмаған Хикмет ренжіп той үстіне келіп Сибилайға: сен арсыз қызсың, сен өте нашар қызсың, мен сенің анаңмын ғой, бақып қаққан анаңмын ғой, неге мені тойға шақырмадың деп ренішін айтып жатыр. Ал мұнда Нұх та Джихан да барлығы Хикметті тойдан қуып шықты. Ендігі тағы да нашар кейіпкер ол Пери. Бұл Джиханның Германияда тұрған кезде бірге жүрген досы, яғни мастықпен абайсызда или байқамай ма төсектес болған. Бірақ сол нәрсенің есебін айту үшін анау Германиядан келіп Нұх пен Сибилайдың тойында шу шығаруға келді. Бәрінен де Мелектің бақытты болған жүзін көріп шыдай алмай, ақыры Джиханды арнайы туалетке шақырып, бұл жерде туалетте Мелекте барын біліп, барлығы жоспармен Джиханды шақырып алып: білесің бе, мен сен үшін Германиядан осы жаққа Түркияға келдім. Екеуміздің арамыздағы қателік емес, екеуміз бірге өткізген түнді сағындық деген секілді сөздерін айтып жатқан кезде Мелек тыңдап көріп қалады. Джихан: қате түсіндің, Мелек, бұл барлығы жалған, өтірік, қате түсіндің дейді. Бірақ Мелек ала көзбен атып қарап тұрады, сенбейді. Бір күндік қателік ешқандай да ол қателік емес. Ал Пери болса өзінің мақсатына жеткеніне мәз болып тұр, қуанып тұр. Екеуі ұрсып жатқанын білдіртпесе де, бірақ Харика біліп қойды. Мелектің көзінде жас бар екенін, Джиханның ашулы жүзін көріп қойған. Харика жүгіріп барып Перимен жолықты. Сен мұнда не істеп жүрсің? Мен сені ұнатпаймын. Неге келдің тойға? Жүр бері. Сен Мелек пен Джиханға не істедің? Арасына қандай іріткі салдың дейді. Сол кезде Пери: білесің бе, сенің ағаң екеуміз көңілдеспіз, біз екеуміз бірге жатқанбыз. Ол мені пайдаланды, осыны Мелекке айттым деп мақтанды. Харика ашуланып кетті. Сенің денің дұрыс емес. Бұрынғы қателік үшін неге кеп тұрсың? Қуыңдар мынаны, бұл үйге келмеу керек, бұл тойға қатыспау керек. Бұл Харика ашуын шығарып жатыр. Осы кезде Назым келіп: Харика, сен неге ол қызды қудың? Сенің денің дұрыс па деген секілді жалғасы бар. Харика ашуланып қалды.